Қайырлы күн достар, машинаға керекті 14 аксессуар таныстырып өтейін достар. Мынау 14-шісі, мынау жігіттер жақсы біледі, машинаның әйнегінің жанына осылай шаптап қоюға арналған, өте керемет. 13-шісі машинаға отырғанда осы сиденьяға телефондар түсіп кете береді. Өз ыңғайсыз, осы жерге осыны қойсаңыздар, бір талай дүниелеріңізді осы жерге қоюға арналған. Өте керемет, сусындарыңызды осында қойып қоясыздар. 12-шісі жаңбырлы күндері артжақ көрінбей қалады. Сол кездерде машинаның айнасына осыны қойып саңыздар, артжақ өте анық көрінеді. Бұл өте керемет достар. 11-шісі міне машинаның ролына осыны шаптап қоясыздар. Кигізіп қойсаңыздар болды. Машинаның ролы таймайды, қолыңыз сырғанамайтын болады. Өте ыңғайлы. Мынаны қараңыздар, мынау енді машинадан осындай бір ток соғатын бір заряд нетер болады ғой, соған арналған. Өте керемет бұл да. Ал мынау енді краска сияқты, бұл краска емес, достар. Машинаның салонын сүріп қойсаңыздар, жап жаңа болып тұрады, күнге күйген жерлерін. Өте керемет бұл да. 8-шісі достар, мынау бір тоқпақ сияқты, бірақ заряды бар, осындай өте керемет, фонариға бар, өзі керемет, ыңғайлы, машинаға салып қойсаңыздар, ыңғайлы. Ал мынау машинаға жел құятын, достар, көріңіздер, бұл тек машинаға ғана емес, үйдегі бассейндерге, допқа жел құюға болады, телефон зарядтауға да болады, бұл жерде аккумулятор сияқты. Бұл да өте керемет таптырмас құралдың бірі. Машинаңызға салып қойсаңыздар, ешқандай ауырлық етпейді. Барлық насадкілері бар. Көріңіздер. Алтыншысы, мынау да өте керемет. Машинаның артқы сиденьясына қойып қойсаңыздар, жол жүргенде осындай напитек бірдеңелеріңізді қойып қойсаңыздар, өте керемет. Бұл да бір таптырмас құрал. Ал мынау машинаның сиденьясына қойып қойсаңыздар, егер машинаның сиденьясы күнде ысып кететін болса, өте жұмсақ және ыңғайлы бұл да. Машинаның есігін жапқан кезде өзі біртүрлі қатты дауыс шығады. Егер мынаны шаптап орнатып қойсаңыздар, машинаның дауысы білінбейді, яғни зіркілдемейтін болады ешқандай. Бұл да керемет. Ал енді достар, мынаны білесіздер, мынау да өте керемет, өте әдемі көрінеді. Машинаның кіреберіс жеріне, аяқ мыжитын жеріне қойып қоясыздар. Ал мынау болмаса болмайды достар. Бұл енді өрттен сақтану ғой, өздеріңіз білесіздер. Бұл өрттен сақтану, бұл болмаса болмайды. Бұл да ыңғайлы, кішкене машинаңыздың кез келген жеріне салып қоюға ыңғайлы. Өте керемет. Енді мынаны қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар. Біріншіден ана жерге машинаның несіне топырақ кіріп кетпеу үшін соған қақпақ болады, екіншіден әдемі көрініс болады. Жастарға өте керемет таптырмас.